Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актіге өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Жаңа заң бойынша, егер мемлекеттік қызметші 2 айлық есептік көрсеткішке дейінгі сомада сыйлық алса, онда әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ал материалдық сыйақы бағасы 2 айлық есептік көрсеткіштен асқан жағдайда ол пара болып есептеліп, қылмыстық іс қозғалады. Сыйлық беру мәселесі, сыйлықты алу мәселесіне қатысты толық тыйым салынды. Мемлекеттік қызметпен байланысты қызметті әрекетті жүзеге асыру барысында жасаған әрекетсіздік немесе әрекет үшін сыйлық алуы, олардың жұбайларының оған қатысты болу мәселесіне қатысты жауапкершілік белгіленді. 2 айлық көрсеткіш көлеміне дейін әкімшілік жауапкершілік көзделген. Ал 2 айлық көрсеткіштен асатын болса, онда ол пара болып саналып, қылмыстық жауапкершілік көзделген. Жаңа заңның тағы бір маңызды тұсы жедел іздестіру және сотқа дейінгі тергеу кезінде құқық қорғаушылар тарапынан арандатушылық әрекеттерге жол бермеу. Ол үшін қылмыстық кодекске қылмысқа арандату бабы енгізіліп отыр. Мамандардың айтуынша, мұндай қадам азаматтардың конституциялық құқығын қорғауды күшейтіп, лауазымды тұлғалардың заңсыз іс-әрекеттеріне қосымша тосқауыл болмақ. Бір қылмысты ашу мақсатында келесі бір қылмысты жасауға, одан да үлкен жауапкершілікке ұрындырудың алдын алу мақсатында заңға қылмыстық кодекске өзгеріс енгізіліп отыр. Және осы сипаттағы қылмысты тергеудің реттілігі бойынша қылмыстық процестік кодекске де өзгертулер енгізілген. Соған байланысты, егер бұндай арандату жағдайының ең жоғарғы шектегі қылмыстық жауапкершілік 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздеген. Бұл барлық құқық қорғау органдарының қызметіне, арнайы органдардың қызметіне тікелей қатысты, жедел іздестіру қызметімен байланысты.